Сәлем достар, микрофонда Есенбеев Құрбан. Кезекті видеоны жалғастырамыз. Бүгінгі видеода біз сіздермен CSS-тегі селектор бөліммен танысатын боламыз. Селектор ағылшынша сұрыптау, іріктеу деген мағынаны білдіреді. CSS әлемі осы нысан элементінің қасиеттерін және көріністің сиқырлы әлемі дейді. Селектордың түрлері төртеу: элемент бойынша селектор, сынып бойынша селектор, идентификатор бойынша селектор және де контекстік селектор. Бұл бізде Алматы кітап баспасы 10 кластағы 132 бетте айтылған. Атамұра баспасында селектордың түрлері Атамұра 10 класс 165 бетте айтылады. Белгі тектің атын, белгі тектердің бірнеше атаулар үтірмен берілетін, бірнеше тек аттары бос орын арқылы берілетін, идентификатор және класстар деп осындай бөлімдерге бөлген екен. Қазірше біз Алматы кітап баспасындағы әрбір элементпен жеке-жеке танысып шығамыз, точнее селектормен. Ең бірінші элемент бойынша селектор. Элемент бойынша селектор дегеніміз ол белгілі бір селектордың, белгілі селекторға әсер етеді, және де бір элемент бойынша бір ғана элементке ол P-ға болуы мүмкін, ол H-ға болуы мүмкін, ол Anchor-ға болуы мүмкін, ол H6, H5, H4-ке болуы мүмкін. Кез келген бір селектор таңдап, соған қатысты мәнді өзгертуге болады. Мысалға деп алатын болсақ, бізде P бар, және де H1 бар. Енді осы P-ға былай деп айтамыз: параграф 1 и H1-ге тақырып 1. Ctrl-S, Open in Browser. Қазірше ештеңке жоқ. И біз осыларға стиль қолданамыз. Стиль қолдану үшін біз head бөліміне link береміз. Link. Және де href-қа пока менде стилі жоқ. И ол стиль деп жаза салайын. Нүкте CSS. Негізі берілетін стильдің барлығын style деп ашып, style деп жауып ішіне жазуға болады. Ал дұрысы ол сыртқа линкке сақтаған дұрысырақ. Демек біз не істейміз? New file құрамыз. File, new file. И оны біз CSS деп сақтаймыз. Мұнда жазу керек болған стильді жазамыз. Бізде қазір P бар. И ол P-ға селектор береміз. Нені бергіміз келеді? P-ның color'ын берейік. Color, допустим, red болсын. Окей. Келесі background color. Background. Оған green, green. Бұл бізде P-ға қатысты. Яғни бізде егер P-ны бір ғана P-ны өзгертетін болса, онда біз CSS-тегі бір параграфке берілген элементті шақырамыз. Келесі бізде H1 бар. H1-ге ашамыз. Color-ға cyan, және де background-ға black. Итак, ол black еді, black бола берсін. Ctrl-S сақтаймыз. Рабочий стол. Сілтеме. И бізде оның аты қандай еді? Атын біз стиль деп сақтаған екенбіз. Ctrl-S. Рабочий столға стиль нүкте CSS сохранить. Ctrl-S. И мұнау осы P-ға бір ғана параграфқа әсер ету керек болатын болса, яғни бүкіл параграфтерге таңдалған бір селекторға әсер ету керек болатын болса, онда біз осы элемент бойынша селекторды пайдаланады екенбіз. Ctrl-S, Ctrl-S, Open in Browser. Вот, мінекей параграф 1-ге қойылды, және де тақырып 1-ге қойылды. Бұнымен біз не айтқымыз келеді? Бізде қанша параграфтер болатын болса, барлығы осы аталған стильдегі, яғни осы аталған селектордағы мәнді қабылдайды. Запускке жібереміз. Вот, мінекей барлық параграфтерді қабылдады. Бұл біздегі элемент бойынша селектор. Ал Атамұра баспасында ол элементтің аты бізде белгі тектің атын
деп айтады екен. Онда стиль барлық осындай тектерге қолданылады. Осындай тектер дегеніміз қандай? P-ға берсек, бүкіл P-ларға әсер етеді, H1-ге берсек, бүкіл H1-лерге әсер етеді. Бұл біздегі Атамұра баспасындағы белгі тектің атын дегенмен Алматы баспасындағы элемент бойынша селекторлар бір-біріне тең. Келесі селектор бізде сынып бойынша. Сынып немесе класс бойынша селекторлар, бұлар қалай белгіленеді дейтін болсақ, нүктемен белгіленеді. Және бұған ат береміз. Кез келген ат, таңба 1, және де бұған нені қолданғымыз келеді? Color. Және де, давай 16 санау жүйемен бере салайық. A1, C3, және де FF деген бір цветті бере салайық. Біз оның цветтің не шығатынын мен де білмеймін. Және де font family. Оған біз Arial деп берейік. Arial. Және font family деген ол шрифті қандай болады деген сөз. Хорошо, енді осы таңба дегенді, бұл бізде класс деп айтылады, немесе сынып деп айтады. Нүктемен беріледі екен CSS-те, ал оны шақыратын кезде класс сөзімен шақырамыз. Бұл жердегі классты определенный бір AP-ға немесе H-ға қолдану керексің деген міндет жоқ, оны өзің қалаған жерге қолданасың. Давай біз бетейік. Допустим, бізде P-лар көп, соның ішінде ең соңғы P-ға мен именно таңба дегенді шақырсам солған әсер етеді. Цветмен font family. Ал конкретно басқалардың барлығы P-ға әсер ете береді. Мен не істеймін? Класс деп шақырамда названиясын берем. Менде названия таңба 1 деп айтылады екен. Таңба 1. Ctrl-S. Сонда менде мына P-лардың барлығына мынау P әсер етеді, ал именно выборочно таңдап алған таңба 1 дегенім, ол мен қайда жаздым, P-ның соңғысына жаздым ба, сол P-ға ғана әсер етеді. Қаласақ, біз бұны басқа атрибуттарға пайдалансақ та болады. Таңба 1. Сонда классқа берілген атауды кез келген жерден қалағанымызша шақыра аламыз деген сөз. Ctrl-S қазір бізде соңғы P мен H1-ге ғана әсер етеді. Вот, мінекей, соңғы 1-дің колоры осындай бір көкшіл свет шықты. Және H1-ге әсер етті. Окей, H1-дің классына таңба тақырып деп әсер еттік. Және де таңбаға параграф 8, тақырып 8-де Ctrl-S. Open in browser. Оның цвет әсер етті. Оның задний фоны итак ол неде беріліп қойған еді? P-да немесе H1-де беріліп қойған еді. И оған да біз түсінікті болу үшін бетек. Black емес. Yellow деп берейік. Сол кезде более понятно болады. Ctrl-S. Open in browser. Вот мінекей задний фон бәрібір сары болды. Неге? Себебі бізде параграф бар еді, бірақ біз классты қаласақ P-ға да пайдаландық, қаласақ біз оны H1-ге де пайдаландық. Ол бізде сынып бойынша деп айтылады. Мінекей класс сынып бойынша селекторлар, егер азат жол екеуі болса, және екеуінде бірдей түске бояу керек болатын болса, 2P болатын болса, разница жоқ ненің болатында біз оны өзіміз білеміз. Вот мында blue деп алған нүкте, и одан кейін осыған колорға blue бергенді. Хотя P деп беруге болады, себебі бұл негіз селектордан нүкте арқылы жазылады, класс арқылы шақырады. Мұқият қарайтын болсақ, бізде мына P өз алдына бөлек кеткен. P кеткен өз алдына, кеткен дегенде қалай білуге болады, что мұндағы P өз алдына ашылғанда, өз алдына жабылып кеткен. Хорошо, келесі нүкте қойғанда green деп ашылған, келесі нүкте қойғанда big red деп ашылған. Вот негізгі кодта міне класс деген, яғни нүктемен басылған, бірақ класспен шақырғанда green деп шақырса, бұл именно осы P ғана green болады, ал келесі P-ға big red дейтін болса, сол big red-тің мәнін қабылдады. Демек, класс не важно қайда қолданатынымыз, және де қанша рет қолданатынымыз не важно. Деп айтамыз да, біз келесі тақырып қойып кетеміз, ол идентификатор бойынша селектор. Идентификатор бойынша селектор дегеніміз ол ID мен және де хэш мәнімен қолданылады. Енді қазір бірінші мысал келтіріп көрейік, одан кейін разницалардың неде екенін айтамыз. Айнымалыны беру үшін біз хэш береміз да, және арасын ашпай бірден таңба 2 дейміз да. Осыған тура осы сияқты мәнді береміз. Color
Ctrl-C. Өзіңіз білесіз ғой, қандай тек беретін, ол бір маңызды емес. 14 деп берейік. Font Family-ға Cortana бар шығар деп үміттенем. Background-ға так. Қандай бар еді? Magenta, я? Magenta. Ctrl-S, яғни бұл бізде ID бойынша. ID бойынша беру үшін хэш белгісімен қойылады. А когда оны шақырған кезде, допустим, именно осы P-ға әсер етейік, шақырған кезде бұны ID деп шақырамыз. ID тең, название переменный у нас таңба 2. Таңба 2 болады. Ctrl-S. Қазір менде параграф 1 деген, параграф 77 дейін да, Ctrl-S. Предпоследний P-ға ID қолданылды, ал последний P мен H1-ге класс қолданылды. Ctrl-S, Open in Browser дейтін болса, вот мені параграф 77-ге задний фонға Magenta болды, оның бетіндегі text color басқа цвет болды. Жақсы, онда біз байқадық, что CSS-ке нүкте берілетін болса, ол класс деп айтылады екен. Егер ол хэшпен берілетін болса, ол ID деп айтылады екен, ал белгілі бір определенный бір ғана атрибутқа пайдаланатынымыз, және олар қанша екен маңызды емес бәрін әсер ететін болса, ол бізде элемент бойынша деп айтылады екен. Жақсы ма? Ал енді в чем отличие дейтін болсақ, в чем отличие класс пен ID дейтін болсақ, ID-ді қолдануға болады бір рет қана, ал классы пайдалануға болады өте көп. Опытыда тура осылай келеді. ID бір рет қана идентификатор ретінде, ал классты бірнеше рет қолдана беруге болады. Разницасы осы ғана, және де қайталанбайтын ID-ға атау беріледі, және олар бір рет ғана жазылады. Разницасы осы ғана атақ жаза беруге болады. Сонда, енді қазір оны ID-ді екінші рет мұнда басқасына берсек жұмыс жасай береді, себебі біз білеміз, что HTML ол қатені айтпайды ғой, дұрыс па? Ал негізгі ереже бойынша екеуі бірдей болуы мүмкін, по сути, атақ қолданған кезде біреуі ID бір рет қана қолдануда рекомендация беріледі, ал классты қалаған жерге, қалаған параметрге немесе тегке пайдалана беруге болады. Определенно оны P деп алудың қажеті жоқ. Келесі төртінші селектордың түрі ол контекст селектор. Енді біз атамұраға да өтіп кетейік. Біз белгі тектерінің бірнеше атау үтірмен белгіленуге болатынын айта салайық. Ол жерде үтір арқылы жазылады екен. H1, H2, H3, H4, H5, H6 барлығын цветін колор білу қылатын болсақ, онда бүкіл H-ты жеке-жеке жазбайық, үтірмен жазуға болады екен. Сонда ол қалай деген сөз? CSS-ке бетемді, маған H1 мен P-ға бірдей мән керек болатын болса, мен екеуі жазбаймын да, үтір қоямда H1 дей салам. Сонда менде в будущем H1 пайдаланатын болса, және ол ешқандай басқа класс немесе ID берілмейтін болса, онда мұндағы қолданылған P да H1-ге әсер ете алады. Яғни мынау берілген қасиеттер P-ға да H1-ге де әсер ете береді. Қазір қараймыз, тақырып номер 9 дей салайын. Сонда қазір бұл нені білдіреді? Сонда параграф 1-ге не барды? Ол H1-ге де сол барады деген сөз. Көреміз, цветтері бірдей болады. Мінекей, задний фон жасыл ма, жасыл, цветтері қызыл ма, қызыл. Хотя размер үлкен болу H-ға байланысты. Ол конкретно неге байланысты емес. Демек, үтірмен де беруге болады екен, егер мәндердің барлығы бірдей болатын болса. Біз енді түсініктеме комментарий слэш жұлдызша, және де бір текст жазата жұлдызша слэш болатын болса, бізде комментарий болады екен. Келесі бізде table және A деп келетін болса, бұлар бізде контекстік селектор деп айтылады. Хорошо, контекст селектордың бірінші біз практикасын көрсетіп алайық, одан кейін более понятны айтамыз. Мысалға делік, бір параграф бар деп елесетіңіздер. P және осының ішінде бірнеше көп мәтін бар. Сәлем сөздің анасы, сөз данасы дейікті. Осы жердегі анасы деген сөзді курсив қылайықшы. Ол курсив қылу үшін бізде ол I еді ғой, дұрыс па? I осыған анасы дегенді аламыз да. Ctrl-X, Ctrl-V, Ctrl-S ашамыз. Мінекей сәлем сөздің анасы, сөз данасы дейді. Анасы деген бізде қазір жасыл болып тұр да. Осыны P-ға берілген цветті задний фонды green емес, white дей берейікші. White, понятно ғой, енді ол white болатыны.
Ctrl-S, open in browser. Бізге енді маңызды емес, артыңызда ақ фон бар екен біліңіздер. Анасы деген главный курсив қой да. Хорошо, енді бұлай елестетейік. Осы барлығы неде тұр? Параграфта тұр да. Вот именно параграфке біз параграфтың несін беріп қойдық, қасиеттерін беріп қойдық қой да. Соның ішінде отдельно анасы деген айдың өзіне басқа стиль беру керек болатын болса, онда осы стиль бізде контекстік селектор деп айтылады екен. Демек, п-ның ішіндегі айды өзгертетін болса, онда біз бөлек селектор береміз. Бүйтеді, п-ның ішіндегі айды өзгертемін да, бұлай деп айтамын. Color оның басқа цвет болсын. Міне color оның именно анасы деген сөз, п-ның ішінде ай бар деген сөз. Вот міне п-ның ішіндегі айға қаласаңыздар, осылай по порядку ештеңе қойылмайды, арасына бір үтір, екі пробел деген қойылмайды, просто бір пробел кетеді. Colorға black, мынаған gray, Ctrl-S. Сонда именно анасы дегенге ол п-ның ішінде айда тұратын болса, онда бұл п-ның ішіндегі айдың color'ы black болады, background gray болады. Ctrl-S, open in browser. Вот именно сәлем сөздің анасы деген, вот анасы деген өзі задний фоны gray болды да, анасы деген жазу қара болды. Это и есть контекстік селектор дегеніміз. Оқимыз. Веб-бетті жасаған кезде бір тектің ішіне басқасын орналасуы тура келеді. Тектің мәнерлері браузерде дұрыс көрінуін қамтамасыз ету үшін контексті жұмыс селекторлар көмектеседі. Ол мұнда бұлай берілген. Мұқият қарайтын болсақ, міне п-ның ішінде б бар дейді. Мына жақта мұқият қараймыз. Бізде бір п бар, вот соның ішінде не бар? Б бар. Сонда мәтіннің қою қаріпмен жазылу деген times serif болады да, и ол color navy деген цветке боялу керек. Көк түсті мәтін дейді ғой, navy деген, наверное, сондай цвет шығар. Сонда именно п-ның ішіндегі мәтін қою қаріпмен жазылумен қатар түске боялуы дегеніміз п-ның ішінде б тұрғандықтан, және де біз оны контекст п-ның ішіндегі б-ға отдельно бер дегеніміз үшін, ол байқасаңыздар бұл стайлға шақырған, біз оны бөлек файлable link қып шақырып тұр қой. Сонда міне мәтіннің қою қаріпмен жазылу деген көк түске боялды. Демек, отдельно бір мәнді алуға болады, немесе бір п-ның ішіндегі бір жазуды алуға болады екен. Бұл біздегі контекстік селектор. Атамұра не дейді? Тейблдің ішіндегі а болатын болса, бұл бізде контекстік селектор. Идентификатор деген хэшпен берілетті, ID мен шақырылады. Вот мұны home деп алады, ID мен home деп шақырылды. Класс бойынша класспен шақырылады да, ол бізде нүктемен cl любой названиемен беруге болады екен. Div, наверное, біз div-пен әлі танысқан жоқпыз. Осылай, бүгінгі қарапайым видеода біз сіздермен контекстің 4 түрімен, атамұрада 5 түрімен таныстық. На самом деле енді үтірмен жазылу деген ол тоже самый не ғой? Параграф бойынша, яғни элемент бойынша селектор. Демек, селектордың 4 түрі: элемент бойынша, сынып бойынша, идентификатор бойынша. Идентификатор деген это есть ID және де контекстік. Келесі видеоларда жүзіскенше сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Есенбеков Құрбан.